Қыздар, бүгін мен сіздерге өте әдемі, өте дәмді торт, сникерс торттың рецептісімен бөлісемін. Торттың рецептінің керекті заттар, өнімдерінің, ингредиенттердің граммдарын барлығы описанияда болатын болады. Жұмыртқаны, қантты және де тұзды барлығын бірге қосып, осы үшеуін көпіргенше дейді ғой, әппақ болғанша миксерлейтін боламыз. Және де осының үстіне сұйық майыңызды құясыз, және үстіне сүтті құйып, барлығын тағы да бір рет жақсылап миксерлеп шығасыздар. Сүтіңіз граммен емес, миллилитрмен өлшеп аласыз, сондықтан да мен бутылкадан құйдым. Миллилитрмен өлшеп, барлығын қосып, тағы да жақсылап араластырып аласыздар. Енді үстіне ұнды, күштен өткізілген, менде алдын ала дайындалған, және де какаоңызды және содаңызды қосып, тағы да барлығын жақсылап тұрып миксерлеп аласыздар. Енді дайын болған қамырыңызды екіге бөлесіз. Бір қамырдың граммы примерно 550-555 граммдай болу керек. Екі ыдысқа бөліп алғаннан кейін листіңізге міндетті түрде жақсы сападағы пергамент бумагаңызды астына төсеп, үстіне кез келген формаңызды қойып, міндетті түрде формаға пісіру керексіз, себебі өте сұйық. 170 градуста әрқайсысын 30 минуттан пісіріп аласыздар. Корждар дайын болғанша біз сіздермен карамельді дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге қант, граммдарын бар описаниеде жазылған, қант пен сливкиді отқа қойып қоясыздар. Сливкиді өте баяу отта қайнағанша ғана, қайнатпай қайнағанша ғана баяу отта қоясыздар. Ал қантыңызды орташа отта ерігенше отқа қойып араластырып тұрасыздар. Екеуін араластырғанда, қосқан кезде абай болыңыздар, өте көп бу, ыстық бу шығатын болады, қолдарыңызды күйдіріп алмаңыздар. Екеуін жақсылап араластырып отырып, сары майыңызды қосып, 1 минуттай қайнататын боласыздар. Карамельді сиропты дайындағанда міндетті түрде араластырып тұруды ұмытпаңыздар, себебі күйіп кететін болады. 1 минут қайнатқаннан кейін суытып қоясыздар, және де үстіне орехіңізді қосып жақсылап араластырасыздар. Енді біз корждарымыздың барлығы піскенше тортымыздың кремін дайындайық. Ең біріншіден бізге творожный сыр, мен Хокландтікін пайдаланамын. Творожный сырды және де үстіне қантты қосып, бірінші миксермен жақсылап араластырып аласыздар. Міне мен творожный сырды қосып жатырмын, және де үстіне қантты қосып, көп миксерлемей, тек екеуін араластырып аласыздар. Артынан, мына жерде видеода мен сливкиді қосқан, бірақ видеоны қоспаппын, сіздерден кешірім өтінемін. 400 грамм сливкиді құйғанымды видеоға түсіріп алмаппын. Видео бастым деп ойлап басылмай қалған. Яғни сливкиіңізді құясыз да, творожный сырдың үстіне, қанттың үстіне сливкиді қосқаннан кейін крем болғанша тағы да жақсылап миксерлеп аласыздар. Мінекей крем болды. Креміміз дайын. Енді мен корждарым екеуі піскеннен кейін, суығаннан кейін, екеуін осылай пленкаға жақсылап орап, морозильникке кемінде 6 сағатқа салып қойдым. Сіздер де солай жасасаңыздар болады. Енді пленкасын шешіп, бетіндегі артық керек емес корждарын кесіп алып тастасаңыздар болады. Өздеріңіздің еріктеріңізде осы коржды 4-ке бөліп, 4 корждан торт дайындасаңыздар да болады. Мен бірақ бұл коржды 3-ке бөліп, қатты биік болғанын қаламадым. Бір коржны осындай артық бөліктерін алып тастадым да, екінші коржды 2-ке бөліп, 3 корж шығардым. Мінеке корждарыңыз осындай тегіс болу керек, бетіндегі артық корждарын алып тастайсыздар.
Енді тортты жинауға кірісіп жатырмын. Корждың бетіне өздеріңіздің еріктеріңізде пропитка себем десеңіздер сепсеңіздер болады, сеппей ақ қойсаңыздар да болады. Пропитканы тек 80 грамм су мен 80 грамм қантты газға бір қайнатып алдым да суығаннан кейін пропитка қылып жағып отырмын. Бірақ пропитка сепкеннен кейін корждарыңыз жұмсақ, влажный корж болып өте дәмді болып шығады. Сіздерге пропитка себуге кеңес беремін. Енді тортты жинау үшін мен осылай кольцо кигіздім. Және де тура видеодағыдай жаңағы крем чиздеріңізді алып, тек корждың бетіндегі шетіне қарай осылай бір круг қып айналдырып аласыздар. Ортасына барлығын тегістеп, әдем болу үшін тегістеп аласыздар. Және де ортасына жаңағы дайындаған карамельді соусыңызды құясыздар. Ортасына тегістеп құясыздар. Екінші коржды төсейсіздер. Екінші коржға да мен пропиткамды жақтым. Влажный жақсы жұмсақ болу үшін. Одан екінші торттың қабатына, корждың қабатына тек крем чиздің өзін ғана тегістеп, жақсылап тегістеп жағып шықтым. Енді үшінші коржды қойып жатырмын. Және де үшінші коржға да пропитканы жақсылап сеуіп шықтым. Енді қыздар сыртындағы коржды алып тастаймыз. Және де қалған кремнің барлығын торттың үстіне, бетіне, шетіне, барлық жерге жұқалап жағып шығатын боламыз. Енді қыздар ең сонда шоколадты дайындаймыз. Бетіне құйылатын, ол үшін бізге шоколад және де сұйық майды екеуін микроволновкаға 10 секунд сайын осылай араластырып отырып, екеуін ертіп аласыздар. Және де целлофанға осылай арахисіңізді салып, оқтаумен ұрсаңыз да әйтеуір майдалап аласыздар да жаңағы шоколадты қоспаңызға қосып араластырасыздар. Жақсы кішкене суығаннан кейін осылай торттың бетіне жағып, дайындап шықсаңыздар болады. Мінекей менің тортым дайын. Бұл менің ұлымның туған күніне дайындаған тортым болды. Өте әдемі және де дәмді болып шықты. Міндетті түрде дайындап көрулеріңізге кеңес беремін. Ерекше дәмді торт. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецептілермен бөлісетін боламын.